Қайырлы күн, құрметті достар, арнамыздың тұрақты көрермендері. Бүгін ауа райы сондай тамаша. Неге десеңіздер, бүгін бізде көрерменге жол тартқалы отырған IS Travel бағдарламасының алғашқы шығарылымы. Және алғашқы шығарылымы еліміздің ең көрікті қаласы, түркі әлемінің рухани астанасы, Түркістандай қаладамыз. Ең алдымен баршаңызға белгілі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі барша мұсылман, барша қазақ елінің, түркі әлемінің тұрақты мекені. Бұл жақ әрине айтпақшыдай тағы да айта беретін болсақ, жақында ғана жақсы жаңалық ашылған қаланың 3000 жылдық тарихы бар екені анықталды. Бұл жердің топырағын қаза берсең, тарихы тереңде жатыр ғой. Рабиға Сұлтан Бейбарыс кесенесі қазір жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біздің кесенеміздің де көк күмбезі өткенде былтырғы жылы барша жөндеу жұмыстарынан өткізілген, әдемі болып, мінекей бүгінгі күні көркейіп, абаттандыру әдемі көреді. Ары қарай беретін болсақ, бұл жерде жаңа айтып өткенімдей тарихы терең ғой. Сондықтан көптеген жаңадан нысандар, кесенелер табылып жатыр. Біздің тарихи қаламыздың туризм деңгейі дамыған соншалықты, бізде мынандай барлық жерде бар сос батырмасы бар. Бір жағдай болған болса, бұл жерде мына сос батырмасын бассаңыз болады. Бұл яғни көмек сұрау батырмасы. Сізге мына жерде дер кезінде көмек келу. Ары қарай мына жерде жүретін болсаңыз, яғни кесененің ішіне кіру үшін касса бар. Кассаны мына жерге орналастырған болады. Туризмге қарай дамыған әдемі Түркістанға қарай өтейік. Олай болса кет. Кәдімгі Түркістан мен Түркістанның айырмашылығы қандай? Қазір білетін боламыз. Сәлем құрметті достар, Түркістанға қош келдіңіздер. Мінекей бүгін көресіз келе жатырмыз. Бүгінгі арнайы шығарылымыз жаңағы IS Travel бағдарламасы Түркістанда. Ең алдымен барша Түркістанға келген туристер ары қарай арылаймын десеңіз, Түркістанда сіз ең алдымен осы визит центрға кіру керексіз. Визит центр Түркістанның жалпы туризмінің қосағасы. Осы жерден бастайсыз. Алдымен ақпарат аласыз. Егер сіз қалаға бірінші келсеңіз, алдымен ақпарат аласыз, түрлі қай жаққа орналасуға болады, қаланың қалай арылуға болады. Осы визит центрға келетін боласыз. Бізде арнайы тоқпен электрокарлар жүретін болады. Міне, оның арнайы жолы, оның арнайы знагы, ережесі болады өзінің, жол жүру. Және ол электрокарларды сіз мына визит центрдан ала аласыз. Егер өз аяғыңызбен жүріп аралауға ерінсеңіз. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішевіміз елбасымыздың атындағы парк, яғни саябақ, оның ішінде түрлі. Ол міне, мен жаңа сіздерге көрсетемін деген нәрсе мына жерде.
түрлі саябақ, парк, сондай таза орын демалып, қайықпен жүрсеңіздер де болады, түрлі жасанды көлдер бар, нелер бар дегендей. Міне жаңа мен сіздерге көрсетейін деген яғни картасы туристерге арналған. Осындай нелер объектілерді аралайын десе, оларға көруіне болады. Ал мынау бізде қазақтың хандарының жалпы ең басы қосылған монументі. Қазақ хандарының барлығына арнап не жерден қанша 22 ма сондай не болу керек. Соның барлығынан осындай монумент салған арнайы. Бұны да барып оқып көремін десеңіз, тарихы ерекше. Қожа Ахмет Яссауидің музейі, яғни намаз оқып тұрған адамның бейнесінде салынған, адамның күйі және де бүйтіп қолдары созылып жатқан намаз оқып тұрған адамның бейнесінде салынған Қожа Ахмет Яссауидің заттары және де өмір сүнелері қолданған арнайы дивани кітаптары, түрлі жаңалықтары, сондайлардың барлығы толығырақ жазылған, көрсетілген, арнайы ерекше Қожа Ахмет Яссауидің өмірі баяндалған музей десек те болады. Бұл музейге кірсеңіз де өкінбейсіз. Бұл ғимарат ұлы дала елі орталығы, яғни бұл да музейдің бір түрі дегенмен жалпы қазағымыздың салт дәстүрі, тарихы, қандай дүниелері болғаны, тұрмыс тіршілігі барлығының өмірі сол музейдің ішінде болғаннан кеңінен баяндалған. Ішінде көрсетілген болады. Бағасы сондай арзан, ішінде де жақсы қызықты дүниелері бар. Әрине жаңадан келген туристерге, ал дегенмен көп көріңіздер, жағынан советі. Жаңағы айтқан позициялар осы. Бұл жерге обязательно келесіздер, туристер. Жаңадан келетін болсаңыздар Түркістанға. Әрине бізде қонақ үйлер өте көп, дамыған, әртүрлі ерекше қонақ үйлер бар. Егер жүре беретін болсаңыз, барынша жағдай жасалған, отырып демалуға, көруге, ары қарай кете беретін болсаңыз, Венецияға, яғни жаңағы караван-сарайға барасыз, керует сарайға болмаса. Бұл туризм университеті, бұл жерде туризм және бизнес, қонақ үй бизнесі, сол нәрселердің университеті, яғни толықтай сала университетке түссеңіздер болады. Мына жақта баяғыдан келе жатқан ерекше мешіт, және жаңағы мен айтып өткен назар аударып қарасаңыздар, бізде тағы да бір ерекше заманауи стильде ғимарат бар. Мінекей, ол мынандай түрлі айнектермен жарқырап тұрған ерекше ғимарат. Ол Әл-Фараби Фараб Library кітапханасы. Ол кітапхананың ішінде түрімен мыңдаған кітаптары бар. Егер сіз кітап оқуды ұнатсаңыз, қаншама тілдерде болмаса қаншама тақырыптарда жазылған кітаптарды сол жерден тапсаңыз болады. Біздің Түркістанымыздың бетке ұстар қонақ үйлерінің бірі осы жерлердің жерінде орналасқан. Ары қарай караван-сарайдың ішінде де түрлі әлемдік 5 жұлдызды қонақ үйлермен тең күн, бірдеңе, рексіз нелерден асып түсетін қонақ үйлер де бар. Ал дәл қазір бізде Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қараған ерекше бейді бар. Жалпы бір бөлме алсаңыз, мына жерде бейді де, несі де мощный болатын, бір күніңізді өткізуге тұрарлықтай қонақ үйлердің бірлері бар. Тоже реклама емес, просто көрсетіп отырмын. Ол қонақ үй мынау маған ұнайтын ресторандардың бірі. Ол төбе, бұл кешке қарай ашылады. Бұл ресторанда ашық аспан астында тамақтанып ерекше отырсаңыз болады. Бірақ бағасы енді әлемдік стандартқа сай. Ал Америка, Дубай, Турциялардың, Венециялардың жолда қалады Түркістанның қасында. Біздің Түркістан это прям новый, су жаңа, саяхаттаған жақсы көретін жандар үшін ашылған су жаңа кереметтей осы орда. Жаңадан жер находка дейді ғой, жана жақта театр бар бізде. Түркістан музыкалық драма театры. Жақында ғана жұмысқа кіріскен болатын, оларда да жақсы театр ол. Өнерсүйер қауымға бұл жақта мәдениет және өнер саласы, ғылым мен білім саласы, тарих пен дін, басқа да біздің Түркістанның барлығынан дәм-тұзымыз таусылып жатыр. Дегенмен қазір жалғастырамыз. Мінекей байқасаңыздар, ою
нағыз қазақи, жаңағы шығыс түрі барлық стильдер, заманауи ғимараттар қандай таза, қандай ұқыпты, әдемі жасалған Түркістан. Бүгін біз қысқаша шолу жасадық. Осы кесене маңында қалай ары қарай жаңадан келешек Түркістан мен көне Түркістанның бейнесін салыстырып бір-екі көрсеттік. Ары қарай ана жаққа барсаңыздар қызық, деректі, тарихи түрлі дүниелер көресіздер. Ал мына жаққа қарай келсеңіздер жаңа заманауи ғимараттармен танысасыздар. Айтпақшы, бізде Amazing Түркістан деген қосымша бар. Мінекей Google Play, App Store'дан жүктеп алсаңыздар болады. Айтпақшы, біздің Түркістанның логотипі әдемі, барлық жерден байқаған шығарсыздар. Мынау Visit Түркістан. Не үшін Visit Түркістан мен сіздерге рекомендовать етіп жатырмын? Себебі осы Visit Түркістан барлық Түркістанның туристеріне қызмет көрсетеді. Және мынау картасы. Қазіргі біздің туристік аумақтың картасы. Мынау керуен сарайы, атақты бәріне Венеция, жаңа қақ мөлшерін сіздер жақсы көретін. Барлығы ескі көне Түркістан. Мына жақ көне Түркістан, мына жақ келешек Түркістан. Бейнесі салыстырмасы, айырмашылығы біраз бар. Колл-центр. Қалаға келсеңіз, телефоныңыздан 109 нөміріне хабарласа аласыздар. 109 нөміріне хабарласып, ақпарат ала аласыздар. Қаланың, яғни сұрақтарыңыз болса, түрлі сұрақтармен хабарласа аласыздар. Түркістан тұрғындары үшін де бұл жағдай жасалған. Барлығына мейірімді, әдемі жауап беретін біздің қаламыздың әкімдігі халықтың жағдайын барынша ойлаған деп мен айта аламын. Және мынау ғимаратқа қарасаңыздар, бұл бұрынғы біздің қаламыздың жаңағы Қожа Ахмет Яссауи бар, салт дәстүріміз бар, қазағымыз бар. Соның музейі болған, әдемі музей болған. Ал қазір біздің Түркістан қаласының әкімдігі басты осы алаңдардың бірінде орналасу себебі де осыдан. Мінекей көрдіңіздер, өстіп келе жатырмыз. Біздің қаламызда жүре берсеңіздер, түрлі дүниелерге куә боласыздар. Еліміздің емес, жалпы біздің Түркістан қаласының қалай дамығанын байқадыңыздар ма? Өзгергенін көрдіңіздер ме? Ал мінекей көріп тұрғандарыңыздай бізде Түркістан қаламыздың туризм деңгейі жылдан жылға жоғарылап келе жатыр. Келушілердің де, туристің де сандары артып жатыр. Құрметті менің достарым және көрермендерім, тұрақты арнамның жаңадан келген көрермендер болса, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться, жазылып қойыңыз арнамызға, лайкты басып қойыңыз. Құдай қаласа жақсы дүниелер шығаруға алдағы уақытта мақсат қойып отырмыз. Бүгін біз Маэстро бағдарламасының алғашқы шығарылымын сәтті аяқтадық деген ойдамыз. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар, біздің арнадан алыстамаңыздар. Өздеріңіздің айбарыстарыңыз сау болыңыздар. Әбден шаршаттым. Рома, я? Бүгінгі съемка қалай өтті, ощущение? Нормально өтті ғой. Лайфстайл, тревел, блог қалай түсірген, жақсы ма екен? Шаршап өлесің енді. Оператордың жұмысы қиын. Міне барлықтарыңыз құрметті көрермендер, біздің арнаны жаңағыдай көріп жүрген көрермендер болса, барынша түсінуге тырысыңыздар. Мінекей біз бұл дүниелерді түсірген кезде бізге барынша қиын болады. Мен жүре беремін ғой, мен сөйлей беремін, мен жүре беремін, мен режиссермін, мен қарап отырамын, бағалаймын. Дегенмен мына кісіге қиын да, бұл операторда бәрі осыған байланысты да, бүкіл мен видеом бәрі осыған қарайды да. Сөйлесің, айтшы, қалай қиын оператор болғанын ше, я? Ана бұл дашбір түсіріп жүрейінші. Қосуға керек болады қой.